Егер әйел еркексіз өмір сүре алам десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Әйел тіпті қарадан шықса да хан қызына бергісіз болуға, ал тектінің қызы қарабайыр күнге айналуы ғажап емес. Бәрі де сүйген азаматтың оған деген қарым-қатынасына байланысты. Егер бақытты өмір сүргің келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адам неғұрлым өзіне өзі мәз болса, оның бойында мәз боларлық нәрсе аз болғаны. Жалқаулық кез келген істі қиындатады. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай сезінетінбіз. Қартайған шақта оның өтіп кеткендігін ғана сезінеді екенбіз. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Жақсы аяқта бір күні сүрінер, тәкаппар адамның да арқасы бүгілер, қара сақал ағарар, әдемі әлпеті де әжім басар. Тек ақ жүрек қана ай мен күн сияқты жарқырап тұрады. Бір тиын болса да тапқаныңа қарағанда азырақ жарады. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырады. Қанша жерден дарынды болып, нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. Егер мақсатың болмаса, өмірде түк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе істей алмайсың. Егер сіз мәселеңізді ақша арқылы шеше алсаңыз, онда сізде мәселе жоқ. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Бойыңда пайда болған аурулар сіздің өмір сүру салтыңызға байланысты екенін ұмытпаңыз. Тұрып қалған суды ішуден сақ бол, себебі ол көптеген аурудың пайда болуын әкеп соғады. Серуендесем, шомылсам, жасара түскенімді, дене қимылым арқылы миымды тынықтырып, сергігенімді сезінемін. Ойда жоқ нәрсе көзде болмайды. Дәрігер емдейді, табиғат айықтырады. Қозғалыс кез келген дәрінің орнын басалады. Қан сасыған хан сарайы, дейді қазақтар. Осыны халық өте ерте түсінген. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды. Тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Қорықсаң, жасама. Жасасаң, қорықпа. Бірақ сен істедің, өкінбе. Білгеннің бәрі дос емес. Ашуланғанның бәрі жау емес. Кім кеш ұйықтаса, ол көбірек естеді. Кім ерте тұрса, сол көп үйренеді. Ақымақ жегенін айтады, ақылды көргенін айтады. Дүниеде үш нәрсе қауіпті. Баланың қолындағы пышақ, ақымақтың қолындағы билік, алаяқтың аузындағы мақтау. Егер сіз көп нәрсе жасағыңыз келсе,
кішкентайдан бастаңыз. Қалай жасау керектігін білсең, бәрі де оңай. Ақша қымбат, адам өмірі одан қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырайық. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман, сау болыңыз.